Сәлем достар, сіздермен бірге эфирде Маңғыстауға саяхат бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Құралай Алтынбек қызы. Сіздермен қайта жүздескеніме қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен облысымыздың туристік символына айналған Азу тісті Бозжыра шатқалына саяхат жасайтын боламыз. Жарқын эмоциялар мен ұмытылмас пейзажды көруге дайын болсаңыздар, кеттік. Бозжыра Қазақстандағы ең жұмбақ және қызықты орындардың бірі. Мұнда бұрын орын алған табиғи апаттардың әсерінен туған туындыны көріп көне аңыздарға бойлайсың. Шатқал Маңғышлақ түбегінде орналасқан және жыл сайын көптеген туристерді өзіне тартады. Егер сіз Маңғыстаудың әсем жерлерін саяхаттаймын деп шешсеңіз, онда Бозжыра шатқалына бару міндетті пункт болуы тиіс. Себебі бұл орын сіздермен өмір бойы қалатын ерекше әсер қалдырады. Бозжыра тауының жұмбақ формалары 10 миллион жыл бұрын болған ежелгі Тетис мұхитының түбіндегі әктас шөгінділерінің желлену процесінде пайда болған. Кейін климат қатты өзгеріп, құрғақ және желді бола бастады. Осының салдарынан теңіз түбіндегі әктастар біртіндеп жер бетіне шығып, табиғи апаттардың әсерінен қирай бастаған. Су мен желдің көп ғасырлық күресі осынау қайталанбас және ғажайып рельефтердің қалыптасуына алып келді. Зерттеушілердің айтуынша, ендігі 5000 жылдықта Бозжыра жартастары жойылып, айтарлықтай өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл жерді шетелдік туристер Қазақстанның ескерткіштер қорғаны деп те атайды. Мұнда ашық түстермен боялған әдемі әктасты шөгінділер, кең ауқымды ландшафтар, биіктігі 250 метрден астам сәндік жартастар бар. Бозжыра шатқалы Тетис мұхитының иелігінде болғандықтан, бүгінгі күндері мұнда қаңылтыр ұлу қабықтарын және көне акулалардың тістерін табуға болады. Шатқал үлкен аумақты алып жатыр. Онымен танысу үшін бір күннен астам уақыт кетеді. Жаңаөзен қаласынан Бозжыраға дейінгі қашықтық шамамен 150 шақырымды құрайды. Ал Ақтаудан баратын болсаңыз, 300 шақырымға жуық. Бекет ата жерасты мешітінен небәрі 20 шақырым жерде орналасқан. Маңғыстаудың туристік символына айналған Бозжыра шатқалы 1984 жылы құрылған Үстірт мемлекеттік табиғи қорының құрамына кіреді. Жұмбаққа толы Бозжыра шатқалына жасаған сиқырлы саяхат сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.